Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай түскі асқа немесе кешкі асқа зор үйлесетін гуляш әзірлейтін боламыз. Осындай картоп пюремен немесе күріштен жаңағы гарнир жасап ұсынсаңыздар болады. Ең алдымен маған лайк басып, пікір қалдырып тіркелуді ұмытпаймыз. Бір-бірімізді қолдап жүрейік. Ең алдымен енді бізге етіміз керек болады. Бір пиязымыз, су, томат және де бір қасық ұн керек болады. Осылай енді бір дана пиязымызды алып ұсақтап турап алатын боламыз. Одан кейін етімізді алып жақсылап кубиктап турайтын боламыз. Одан кейін алдын ала қызған газге отты қойып, осылай майымызды құйып, алдын ала қызған майға осылай салып алатын боламыз. Қызарғаннан кейін үстіне жаңағы бір дана пиязымызды салып жақсылап араластыратын боламыз. Тағы да осылай араластырып, жақсылап үстіне жаңағы аздаған тұзымызды қосып, тағы да 5-10 минут араластыратын боламыз. Осылай араластырып болғаннан кейін жаңағы бір қасық ұнымызды саламыз. Менде жаңағы бір қасық емес, одан да сәл көбірек болып кетіпті. Одан кейін осы таза шоңғылдау ыдысымызды алып, үстіне жылылау суымызды құйып, 2 ас қасық томатымызды салып, жақсылап іртігімен кетіріп араластырып, осылай құятын боламыз. Құйып болғаннан соң үстіне қара бұрышымызды, лавр жапырағын және өзіңізге арналған қалаған үйіңізде бар дәмдеуішті қоссаңыз болады. Және де жақсылап араластырып, астын баяу отқа қойып, 15-20 минуттай жақсылап қайнататын боламыз. Мінекей өте дәмді, қою, күшті болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Енді кез келген гарнирмен ұсынсаңыздар болады. Мен осындай картоп пюресін жасадым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша ұсынсаңыздар болады. Картоп пюре немесе осындай күріш